қазір кахутпен тапсырма құруды үйренеміз. Ең алдымен жерге жазамыз кахут деп тілді ауыстыратын. Кахут дегенде өзіме шығады. Кахут создать деген бар, соған болып басамыз. Кахут создать деген батырмаға create кахут, яғни кахут құру дегенге кіреміз. Сосын мұнда міне мен өзімнің логиным тұр, кіре саламын. Аламда міне кірем. Сіздер мысалға ең алдымен кахутқа кіргенде запрос сұрайды, сол жерде тіркелу керек болады. Сіздер өздеріңіз тіркелесіздер. Одан кейін create деген бар. Create деген құру деген сөз. Сосын кахутты таңдайсыздар, міне. Сосын бұл жерде таңдайсыздар, қандай кахут таңдайсыздар, міне. Close деп мына жерде басады, міне кахут деп тұр. Басамыз, question мына жерде сұрақ құрасыздар. Мысалға не дейік, қандай көлден жолақты бұлшық ет дей салайық. Мысалы көлден жолақты бұлшық еттік. Сосын жерге варианттар таңдайсыз. Мысалға жүректік. Жерге мысалға асқазан дейміз. Мына жерге дұрыс жауапты жүрек деп қоямыз. Енді көлден жолақты қанқа бұлшық еті бар, көлден жолақты жүрек. Мұнда көлден жолақты деп қана жаздым мен. Сол себепті асқазан деймін. Мына жерге ішкі мүшелер тағы нені жазайық. Зәр шығару мүшесі дей салайық. Зәр шығару жүйесі дейік. Мына жерге қан айналым жүйесі дей салайық. Қан тамырлар қабырғасы дейік. Қан тамырлар қабырғасы дейік. Қабырғасы дедік. Сосын құрдық міне. Сосын edit question дейміз арқардай. Келесі сұрақты құрамыз. Мысалға онда таңдайсыздар. Quiz дейді, true false. Мысалы true false десек, бұл иә жоқ деген секілді. Мысалға алатын болсақ, жаңа бұлшық еттерді басталдық. Мысалға бірыңғай салалы бұлшық ет. Не дейік, асқазан бірыңғай салалы бұлшық етке жатады. Асқазан, мен жазып жатырмын. Бірыңғай салалы бұлшық етке жатады. Бірыңғай салалы бұлшық етке жатады. Жерге true деген я деген сөз. Я, false деген жоқ деген сөз. Осылай құраймыз. Сосын жерге тапсырманың уақытын белгілейміз. 20 секунд берілемін. Мына тапсырма я жоқ болса, маған 10 секундта жетеді. Мысалға duplicate десе, бұны екінші рет копиясын жасайды. Мені көрдік. Мұнда мен save дей салайық, сақтаймыз. Сосын жерге мысалы бұлшық ет дей салайық. Бұлшық ет біздің тақырыбымыз. Жалғастыру дейміз. Міне құрылды, істелді деген сөз болды. Міне енді бұлшық ет деген дайын тұр сіздерге. Мысалы алдында мен қан туралы құрғанмын. Мысалы duplication міне бұлшық ет туралы алдында да құрыппын. Тұқым қуалаушылықтың рөлі деген мысалы мен уже готовы кахут құрған кахуттары мысалға қолдана беруге болады. Мысалға жасушатыр, ми мен жұлын деп тұр. Мысалға жаңағыны құрғаннан кейін былай таңдайсыздар. Негізі уақыт көпіне кетірмеу үшін мысалы көбінесе 5 сұрақ құрамын, 8 сұрақ. Мысалы host life деп жазамыз. Мысалы ойнау. Host life деген яғни соны ойнау керек деген сөз уже. Ойнау керек деген кезде қазір сіздерде мына жерге не шығады. Жерге кетіп қойды. Супер кахут дейміз. Міне бастадық. Супер кахутқа бастық. Жаңа бұлшық етке бастық. Енді күтіп отырмыз. Міне мынандай код шығады. Осындай QR код болсын, кісілер өзі қосылады. Waiting for preparation. Дайындық дейді. Сосын оқушылар қосылғаннан кейін стартты басамыз. Міне старт деп. Сосын басталады ойын. Енді мына жерде қосылу керек. Қосылғаннан кейін ойында басталады ғой. Осылай істейміз. Или міне жаңа құрғанды кірсек те болады. Міне то же самое. Күтеміз. Міне күтеміз. Сосын старт.
кейін жаңа ойынды бастаймыз. Сосын міне таңдаймыз деген секілді. Старт бұл шығайды бастау дейміз. Жаңа тоже бізде бұл шығайды болды, иә. Міне дайындаймыз дейміз. Сосын қазір QR код шығады, сол QR кодты кіріп, ойынды бастаймыз. Болды. Ойын басталғаннан кейін уже өзі шығып отырады автоматты түрде.